Қадірлі отанласылар, кіріп келатырған 2025 жыл менен бәршеңізді құттықтаймын. Өтіп бара жатырған 2024 жыл біздің мемлекетіміз үшін, халқымыз үшін табыслы, жүрэтлі жыл болды деп есептеймін. Тазадан Олий Мәжіліс депутатлары, Сенат ағзалары, Жоғарғы кеңес депутатлары, жергілікті депутатлар сайланды. Мен ойлаймын, әрбір шаңырақ үшін өтіп жатырған жыл қуанышты күндерге тола жыл болды. Сонымен бірге міне Қарақалпақстан медицина институтының біздің жәмәтіміз ұшынан өтіп жатырған жыл мол жүрэтлі, жаңалықтарға тола жыл болып, бұның ішінде оқу процесі, ілми жұмыслар, халықара дәрежедегі қарым-қатынас жұмыстарымыз жүдә таза бағанаға жетісті. Атап айтқанда, осы жылдың ішінде институтымызға шетел инвестициялар арқасынан $10 миллион грант проекттер алып келінді. Бұл проектлердің нәтижесінде институтымыздың оқу процесі, әмели жұмыслар, ілми жұмыслар, емлеуде таза заманауи ұсулар, диагностикада, емлеуде, жоғары технологиялық операциялар үшін кең түрде қолданады деп ойлаймын. Міне біздер қазір институтымыздың жүрегі болған университет клиникасында тұрыппыз. Бұл клиниканың ішінде кейінгі уақытлары тарихта болмаған таза жаңалықтар болды. Атап айтқанда, балалар кардиохирургия, балалар нейрохирургия, балалар ортопедия, һәм балалар онкогематология бөлімдері ашылып, олар заманауи медицина орайына айланып атырды. Кейінгі бір жылдың ішінде 300-ден астам жоғары технологиялық операциялар істенді. Заманауи технологиялар арқасында Германия, Австрия, Корея, Россия қанегелерімен біргелікте консультациялар алынды. Мен ойлаймын, осындай жаңалықтар әрбір мекемеде болды. Құрметлі отанластар, жаңа жыл бұл ажайып байрам. Себебі әрбір шаңырақ ағзасы кішкене баладан бастап жас үлкенге дейін үлкен арман менен күтеді. Жаңа жылымыз планета үшін аманлық, тыныштық алып келгей. Еліміз үшін, халқымыз үшін мол жүрәт, жаңа жетіскендіктер, жаңалықтар алып келгей. Жаңа жылда әрбір шаңыраққа мол рызқы несібе, бақыт, зор денсаулық, табыстар тілеймін. Жаңа жылымыз құтты жыл болғай.